Облыс әкімдігі төтенше жағдайлар департаменті мамандары және экологтар бірлескен арнайы комиссия Орал қаласы іргесіндегі Анискин көлінің қазіргі жағдайына байланысты рейд өткізді. Мамандардың мәлімдеуінше 2015 жылы осы Жайық өзенінің жайылмасына мұнай қалдықтары төгілгені анықталған. Эколог мамандар жасанды көлді тазартуды сұрап, тиісті басқармаларға хатта жазған. Енді осы мәселені реттеу шаралары қолға алынады. Сондай-ақ тасқынға тосқын шаралары облысымыздың барлық ауданы мен Орал қаласында үздіксіз атқарылуда. Бұл тақырып күн тәртібінен түспек емес. Өткен демалыс күндері жасалған жұмыстар туралы журналист Лұқпан Елеудің бейнематериалында. Анискин көліне мұнай қалдықтары 2015 жылы төгілген. Бұл мәселе соттың шешімімен анықталған. Мұнай қалдықтарын кім және не себептен төккені әлі күнге белгісіз күйде. Облыс әкімдігі, төтенше жағдайлар және экология департамент басшыларынан құралған арнайы комиссия Жайық өзені жағалауындағы жасанды көлді мұнай қалдығынан дереу тазарту мәселесіне орай рейд өткізіп бір шешімге келді. Белгісіз біреулердің мұнай қалдықтарын осы жайылмаға төккені анықталды. Ендігі мәселе жүк көліктеріне тиеп, арнайы полигонға тасып төгуді тапсырамын. Сонда ғана бұл мәселенің түйінін тарқатылады деп ойлаймын. Облыс әкімінің орынбасары Азбаевтың тапсырмасына сәйкес біз облыстық экология департаменті арнайы табиғи ресурстар басқармасына хат жолдаймыз. Сол осы мына заңды шешім шықты. Соттың күні бүгін 140 тонны мұнай қалдықтары жатқан. Соны жаңағы коммуналды меншікке беру жөнінде. Соған сәйкес біздің хатымыздың негізінде табиғи ресурстар басқармасы арнайы қаражат бөліп, осы жылы көктемде мына бәрі кепкесін жаңа 140 тоннаны Гарбуда орналасқан арнайы қалдықтарды басқару үлкен комплексі бар, кешені. Соның басшылығына арнайы хат жолдай отырып, қаражат бөліп, бір жолата жоятын боламыз. Тасқала ауданы өңіріміздегі су тасқыны болу қаупі бар аймақтардың бірі. Осы ауданда көктемгі су тасқынын алдын алу шараларына арналған комиссия құрылып, жұмыс жасап тұр. Ақпан айында басталған су тасқынына қарсы күрес кезінде аудан орталығынан 23 мың текше метр қар шығарылып, ол жұмыстар тәулік бойы жалғастырылуда. Ауыл іргесіндегі Деркөл өзенінің мұзын кесу мен бұрғылау тоқтаусыз жүргізілуде. 21 бірлік арнайы техника жұмыс жасап жатыр. Деркөл өзені бойынша мұз кептеліс болатын жерде арнайы 2 арна қазылды. Сонымен қатар ауылдың ішінде барлық арналар кеңейтілді. Былтыр күзден бері жұмыс басталды. Каналдардың бәрі кеңейтіліп, тазартылып, қазіргі таңда бәрі дайын. Қазіргі таңда жердің тоны 1 сантиметр өріп отыр, былтырғы осы уақытпен салыстырмалы уақытта 58 сантиметр өріп тұрған. Қардың қалыңдығы қазіргі таңда Қазгидрометтің беріп отқаны 53-50 сантиметр. Біз орташа есеппен 45 сантиметрден 20 сантиметрге шейін Тасқала ауданында қардың жатқанын байқап отырық. Тасқала ауданына қарасты Атамекен, Шезін және Амангелді ауылдық округтері су тасқыны болу қаупі бар аймақтар саналады. Осыған орай тұрғындарға ескерту жасалып, жадынамалар таратылуда. Су тасқынына қарсы күрес шеңбері аясында аудан орталығындағы мекемелердің ұжымдары сенбілікке шығып, қолдау жұмыстарына түсіністікпен қарауда. Қаптарға құм, топырақ қаптап жатырық, оны жаңа қауіпті деген жерлерге апарып, сол жерлерге орналастырып жатырық. Және мына колледжіміздің студенттері түстен кейін, сабақ уақыты біткеннен кейін барып, осы үлкен кісілердің, ардагерлеріміздің барып, қарын тазалап аулаларының үй жағдайына көмектесіп, сондай көмек атқарып жатырмыз. Мекеменің жұмысшыларына көп рахмет айтамыз. Әр күні шығып, осындай жұмыстарды істеп жатыр. Су тасқынға қарсы. Бүгінгі таңда күн тәртібінің басты мәселесі болып тұрған көктемгі су тасқынына қарсы күрес облыс аумағында тәулік бойы үздіксіз жүргізілуде. Төтеншеліктер мен ауа райын болжау орталығының мамандары күнбе-күн ақпарат алмасып, тілсіз жау қаупін төндіре қалған жағдайда бірлескен әрекет жасауға әсте дайын екендіктерін айтады. Лұқпан Елеу, Нұрлан Едеров, Дастан Бейжанов және Алтынбек Қабделов, Ақ Жайық телеарнасы.